Қайырлы күн баршаңызға. Осындай ілгіштер тоқып көрсететін боламын. Бұл бізде теріс жағы болады, мынау оң жағы. Менде крючок номер 2. Узорымыздың бұл теріс жағы, мынау оң жағы. Бізде теріс жағынан тоқитын боламыз. Рельефный узормен тоқимыз. Алдымен бір воздушный петля тоқимыз. Алдыңғы бөлігінен осылай крючогымызбен жібімізді іліп алып, столбик без накида тоқитын боламыз. Сіздерге көрініп тұрса, міне алдыңғы жағынан осылай крючогымызбен столбик без накида тоқимыз. Мен осындай соңына дейін тоқып алдым. Енді біздер ортасынан ілгіштер тоқитын боламыз. Ортасынан алып тоқимыз. Бірінші столбик без накида, бір петля тоқимыз. Содан 1, 2, 3 воздушный петля тоқып аламыз. Бұл бізде ілгіш. Бір петля тастап, екінші петляда бекітетін боламыз. Екінші петля осылай бекітеміз. Ортасынан 3 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу. Осындай ілгіштен біздер 7 тоқуымыз керек. 1, 2, 3 воздушный петля. Бір воздушный петля тастап, екіншісінен аламыз. Екіншісіне осылай бекітеміз. Бұл бізде бір столбик болды без накида. Екінші столбик без накида. Үшінші столбик без накида. Тоқимыз. Ары қарай 3 воздушный петля тоқимыз. Осылай воздушный петлямен бір петля тастап, бекітіп, столбик без накида 3 воздушный петля тоқып, соңына дейін осылай тоқи береміз. Соңғы ілгішті тоқып жатырмын. 3 воздушный петля, бір столбик без накида бекітеміз. Және соңғысы столбик без накида тоқимыз. Соңғысы бұл бізде 7. Осындай 7 ілгіш тоқыдым мен. Енді узорымызды кері айналдырамыз. Екінші жағынан бір воздушный петля және жартылай столбик тоқитын боламыз. Жаңағы столбик без накидымызға жартылай столбик тоқимыз да, аркамызға 4 воздушный столбик без накид тоқитын боламыз. Жаңағы 3 воздушный петля жасадық қой, соны 4 столбик без накид тоқимыз. Ортасындағы жартылай столбикке тоқимыз. Ортасындағы 3 столбик без накида тоқығанға жартылай столбик тоқимыз. Аркамызға 4 столбик без накида ілгішімізге. Жартылай столбик без накида тоқимыз. Осылай соңына дейін жалғастырып тоқи береміз. Осылай соңына дейін тоқи береміз. Осындай әдемі болып шығады. Біздің ілгіштеріміз дайын осындай. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Теріс жағынан, оң жағынан осындай болады.